Зекет малдың страховкасы. Пітір адамның страховкасы, денсаулықтың. Садақа сенің жолыңның страховкасы. Жолың ашық болу үшін садақа бересің. Мал мүлкің күйіп кетпес үшін зекет бересің. Ауырып қалмас үшін пітір садақа бересің. Біз қайтеміз? Жұма күні бардым, мен 10 мың теңге бөліп, зекетті санайын ба деп тұрасың ба? Жоқ, ниетіңді дұрыс ұстап ал, зекетіңді санасаң, ішіңнен ниетің ет, мен зекет беріп жатырмын деп. Біз садақамыз қайсы, зекетіміз қайсы, ажырата алмай жүреміз. Ал содан кейін жылдың аяғында санамайсың. Негізі үкіметке бухгалтериядан отчет тапсырып, налоговыйға отчет тапсырғаннан зекеттің отчеті қиын болып еді. Құдайдан отчетін дұрыс тапсырмақсың. Біз боқбұрын бухгалтерден, боқбұрын налоговыйден қорқамыз да жоқ. Кеп жаныңды алатындай.